сәлеметсіздер ме? Мен Асқар Айжамал Ардаққызы. Мен номер 3 жалпы орта білім беретін мектептің 4-ші Б сынып оқушысымын. Мен сіздерге жолбарыс пен түлкі ертеңгісін көрінісін көрсетемін. Жолбарыс бір түлкіні ұстап алады. Түлкі құйрығын бұлаңдатып, тұмсығын жоғары көтеріп: «Мені жей алмайсың, мен осы орманға қожалық етуге келгенмін» дейді. Жолбарыс түлкіге олай бір бұлай бір қарап сенбей: «Мүмкін емес» дейді. «Сенбесең онымен бірге орманға жүр. Ондағы барлық аңдардың менен қалай қорқатынын өз көзімен көр». Жолбарыс бұған келіседі. Түлкі жолбарыстың алдына түсіп паңдана жүріп отырады. Жолбарысты көріп, аңдар мен құстар әресі ұшып, тым-тырағай қашады. Ұялары мен індеріне тығылады, аспанға ұшады. Ал бұл түлкі басын онан сайын көтере түсіп: «Ал енді көзің жеткен шығар. Мен қорықпайтын жан бар ма тірі?» деп мақтанады. «Я, сен шынында да айбарлы екенсің» деп алданған жолбарыс жайына кетеді.